Ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігін арттыру, экспортқа шығарылатын өңделген өнім көлемін көбейту. Бұл аграрлы саланың басты мақсаттардың бірі. Алға қойған межеге жету үшін жаңа технологиялар мен интеллектуалды жүйелердің маңызы зор. Цифрландырудың арқасында шаруалардың ісіне қаржылай қолдау көрсетіледі. Отандық өнімнің экспорттық әлеуеті нығаяды. Қазығұрт мына серіктестік өңірдегі ең ірі ет экспорттаушы шаруашылықтың бірі. 12 мың ірі қара бордақылайды. Биылдың өзінде Иран мен Өзбекстанға 2 мың тонна ет саудалады. Агросалаға жасалатын мемлекеттік қолдау енді шаруашылық жұмысының аясын кеңейтуге мүмкіндік бермек. Серіктестік басшылары соны пайдаланып, тағы 10 мың ірі қара бордақылайтын кешен құрылысын бастауға ниетті. Бүгін жолдауда 20-20 бағдарламасын 2025 кейін созу туралы айтылды. Ол бізге бизнесмендерге үлкен қолдау десе болады осының өзінде. Сосын мына несиелер беру жөнінде, қаржыландыру, көмектесу, экспортқа шығарып жатқандарды бизнесті қорғау деді. Бізге бұл үлкен серпін тигізіп отыр, кәсібімізді ары қарай дамытуға. Жолдау жер мен жан баққан шаруаның жұмысына серпін әкелгелі отыр. Аграрлы ғылымды дамыту, озық технологияларды пайдалану нәтижесінде егіншіліктің өзіндік құнын төмендетеді. Жерді тиімді игеруге шаруаларды ынталандырмақ. Аграр сала бұл өте қазіргі күнде инвестицияны, жаңа технологияны керек қылып тұрған сала. Тамшылап суару, ондан кейін гидропоника, жер астынан тамшылап жер астынан суару деген жаңа технологияларны қолдау бүгінгі күнде өте қажет болып тұр. Сол президенттің жолдауында олардың бәріге айрықша тоқтап өтіп кетті. Жолдауда айтылған басты міндеттің бірі экспортқа шығарылатын өңделген өнімді 2,5 есеге көбейту. Бұл мақсатқа жету үшін облыста ауыл шаруашылығын дамытудың 2025 жылға дейін тұжырымдамасы жасалды. Мұнда өнім көлемін ұлғайтудың нақты жолдары белгіленген. Бұл ненің есебінен болады? Бұл біздің облыста мынау тамшылатып суғару жүйесін, жылы жайлар, қарқынды баулар, сонымен қатар мал бордақылау алаңдары, сүт сау бекеттерін орнату, сонымен қатар қолдағы асыл тұқымды ірі қара малдарды 2,5 есеге дейін арттыру көзделіп отыр. Түркістан аграрлық салада тиімді технологияларды кеңінен пайдаланып келе жатқан өңірдің бірі. Бүгінде аймақтағы егістік алқаптың 1800 гектары тамшылатып суарылады, ал жылыжай көлемі 1285 гектарға жетіп отыр. Айзада Бидан, Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбеков, Нұржігіт Барпиев, Туран Ньюс.